15 ғасырдың басында, соңғы 200 жылда Ертіс пен Дунай арасында өмір сүрген Алтын Орда империясы әлсірей бастады. Соңғы 20 жылдағы азаматтық соғыс пен хандардың жиі ауысуы ұлыстың экономикасын нашарлатып, саяси тоқырау кезеңіне алып келді. 1423-1425 жылдары Ұрыс ханның немересі Барақ Сарай Беркені басып алып, Алтын Орда мемлекетін қайта біріктіреді. Алайда, оның билігі ұзаққа созылмай 5 жылдан соң ұлыстағы жошы ұрпақтарының қастандығы салдарынан биліктен айырылып, 1428 жылы Маңғыт билерінің қолынан қаза табады. Оның өлімімен Алтын Орда мемлекеті бұрынғыдай қайта бірігуге деген үміттен біржолата айырылады. Барақ қайтыс болғаннан кейін оның баласы Жәнібек ағасы Кереймен бірге Жетісуға көшуге мәжбүр болады. Барақ хан дүние салған соң жошы ұлысы бірнеше хандықтарға бөлініп кетеді. Содан 1428-1430 жылдары 200-ге тарта ру басшыларының қолдауымен және Яссауия тарихаты өкілдерінің белсенді араласуымен Шайбан әулетінен шыққан 16 жасар Әбілқайыр бүткіл Дешті Қыпшақтың ханы болып сайланады. 1428 жылы Әбілқайыр хан Сібір хандығының астанасы Туре қаласын басып алып, Сібір хандығын бағындырады. Сонымен қатар, көршілес Ноғай ордасы Әбілқайыр ханға бағынышты болады. 1430 жылы Хорезмді басып алады. 15 жыл бойы бүткіл Дешті Қыпшақ даласында билік үшін соғыстар жүргізіп, 1446 жылы қазіргі оңтүстік Қазақстандағы Сығанақ, Созақ, Аққорған, Өзкент қалаларын бағындырады. Сол жылы елдің астанасын Сібірдегі Чинга Туре қаласынан Сығанақ қаласына көшіреді. Кейінгі жылдары Мәуереннахр қалалары Самарқанд, Бұхараны басып алып, Темір әулетінен шыққан Әбу Сейд ханзаданы Мәуереннахр тағына отырғызады. Осылайша Әбілқайыр Шайбани жошы ұлысының жеке дара билеушісіне айналады. Әбілқайыр шығыс Дешті Қыпшақ даласын біріктіріп қана қоймай, 40 жылдан астам билік құрады. Ол қазіргі Қазақ, Қарақалпақ, Ноғай, Өзбек халықтарының құрамына кіретін көптеген ру тайпаларды біріктіреді. Алайда, билігінің соңғы жылдарында аса жауыздығы мен ғасырлар бойы қалыптасқан көшпелілердің ата дәстүрінен алшақтау салдарынан көптеген Дешті Қыпшақ руларының наразылығын тудырады. 1457 жылы Өстемір Тайшы бастаған ойрат әскері Әбілқайыр хандығына басып кіреді. Өстемір Тайшы мен Әбілқайыр әскерлерінің шайқасы 1457 жылы Сығанақ маңында өтті. Жекпе-жек бірнеше сағатқа созылды және Әбілқайыр ханның жеңісімен аяқталды. Әбілқайыр хан шегінуге және Сығанақ қаласына тығылуға мәжбүр болды. Ойраттар Ташкент, Түркістан, Шахрухия қалаларын тонап қиратты. Әбілқайыр өзіне тиімсіз масқара бейбіт келісімге қол қоюына тура келді. Бұл жеңіліс оның ел алдындағы абыройын едәуір түсіріп жібереді. Сонымен қатар, аталған жылы Қара Қыпшақ Қобыланды батыр Арғын Ақжол биді өлтіреді. Ақжол би өте беделді адам болғандықтан, оның руластары Әбілқайыр ханнан Қобыландыны оларға беруді сұрайды. Бірақ Әбілқайыр хан Қобыландының әрекетін ақтап, оны беруден бас тартады. Ханның бұл әрекетіне қатты наразы болған Арғын тайпасы одан көшіп кетеді. Әбілқайыр хан осы жеңілістен кейін өз иеліктерінде салық тарттырып, қатаң тәртіп орнатады. Осы оқиғалардан соң көптеген хан сұлтандар мен ру басылардың Әбілқайырға деген сенімі азайып, наразылығы күрт артады. Ақыры 1458 жылы Әбілқайыр ханның саясатына, әділдігіне және көшпелілердің ата дәстүрінен безуіне наразы болған Алтын Орда тағының мұрагерлері Керей мен Жәнібек Арғын тайпасын және басқа да Дешті Қыпшақ руларын соңынан ертіп, Жетісуға, Моғолстан аумағына қоныс аударады. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға оларды Әбілқайыр ханға қарсы қолдану үшін құшақ жая қарсы алады. Керей мен Жәнібекке Моғолстанның батысындағы Шу мен Қозыбасы өңірінен қоныс береді. Осы оқиға жөнінде тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати Тарихи Рашиди атты еңбегінде былай дейді. Ол кезде Дешті Қыпшақты Әбілқайыр хан биледі. Ол жошы әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жәнібек хан мен Керей хан Моғолстанға көшіп барды. Есенбұға оларды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс шегіндегі Шу мен Қозыбас аймақтарын берді. Олар барып орналасқан соң Әбілқайыр хан дүние салды да Өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды. Ірі шиеленістер басталды. Өзбек ұлысының үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Оларды қазақтар деп атады. Қазақ сұлтандары хижра бойынша 870 жылдары билік жүргізе бастады. Керей мен Жәнібектің соңынан ерген ру тайпалар алғашында Өзбек қазақ, кейін қазақ деп атала бастады. 1458 жылы қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды. 1462 жылы Есенбұға хан дүние салып, Моғолстан әлсірегеннен кейін Керей мен Жәнібектің билігі күшейді. Осы жағдайды пайдаланған Керей мен Жәнібек сұлтандар
Дешті Қыпшақ билігіне жету үшін өздерін жеке хандық ретінде жариялайды. Едәуір әскери күш жинаған және Жетісуда берік қорғанысы бар Жәнібек пен Керей Жошы әулетінен шыққан сұлтандардың Дешті Қыпшақты билеу жолындағы күресіне қосылды. Бұдан бөлек Керей мен Жәнібектің Дешті Қыпшақ пен Алтын Орда тағына таласуына негізгі екі себеп бар еді. Біріншіден, екі сұлтан да кезінде Алтын Орданы билеген Ұрыс ханның тікелей ұрпағы еді. Екіншіден, Жәнібек сұлтан бүткіл Алтын Орданың легитимді әрі соңғы ханы Барақтың туған баласы еді. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін оның алдында мынадай үлкен тарихи міндеттер тұрды. Дешті Қыпшақ даласындағы көшпелілердің ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр тәртібін қалпына келтіру, мемлекеттің идеологиясын реттеу, мал жайылымдарын қолданудың байырғы тәртібін қайта қалыптастыру, шығыс пен батыс сауда керуен жолдары өтетін Сырдария бойындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Түркістан және тағы да басқа экономикалық саяси маңызға ие қалаларды Қазақ хандығына қарату міндеті тұрды. Себебі Сырдария бойындағы қалаларды экономикалық тірекке айналдыру Дешті Қыпшақ даласын билеудің басты шарты болып келген. 1468 жылы қыс айында Әбілқайыр хан Қазақ хандығын қиратпақ болып Жетісуға жорыққа аттанды. Бірақ сапары сәтсіз болып, осы жорық кезінде қаза тапты. Әбілқайыр өлгеннен кейін өзбек ұлысының шаңырағы шайқалып, ішкі шиеленістер күшейді. Әбілқайырдың қаза болуы Қазақ хандығының нығаюына және оның көлемінің кеңеюіне үлкен жағдай тудырды. Әбілқайыр өлгеннен кейін Керей мен Жәнібек Сырдария бойындағы қалаларға бірнеше жорықтар ұйымдастырып, Түркістан аймағындағы бір қатар қалаларды қайтарды. Қазақ хандары Әбілқайыр ханның мұрагерлеріне қарсы күресте олардың ішкі сыртқы қайшылықтарын толық пайдаланды. Әбілқайырмен билікке таласып жүрген жош ұрпақтары Ахмет хан мен Махмұд хан, Батыс Сібір билеушісі Ибақ хан және Ноғай мырзаларымен одақтаса отырып күрес жүргізді. 1466 жылы Керей хан дүние салғаннан кейін билікке Жәнібек хан келді. Ол Әбілқайыр хандығына бір қатар жорықтар ұйымдастырып, Қазақ хандығының жерін одан сайын кеңейте түсті.